Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Сымбат. Бүгін мен осындай банан қосылған оладьи дайындайтын боламын. Рецепті өте жеңіл әрі тез дайындалады. Егер де сіздің тоңазытқышыңызда тұрып қалған, қарайып кеткен банандар болса, осындай оладьи дайындасаңыздар болады. Ең алдымен бананды толкушкамен немесе шанышқының көмегімен езіп аламыз. Бананның үстіне жұмыртқа жарамыз. Қант саламыз. Сұйық май құямыз. Қопсытқыш салып жақсылап араластырамыз. Қажетімізге қарай ұн салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Біздің қамырымыз дайын болды, осылай қою болып шықты. Табаға жұқалап май жағып, екі жағы қызарғанша орташа отта қуырып аламыз. Банан қосылған оладьи дайын болды, өте дәмді болып шығады. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарийге жазсаңыздар болады. Сіздермен болған Сымбат, сау болыңыздар.